Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен кейіпкер айдары. Және бүгін біздің қонағымыз Байзақ ауданы түрік этномәдени бірлестігінің басшысы Аббасов Сабыржан Нуфарович. Сәлеметсіз бе, Сабыржан мырза? Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, рахмет. Аха, жақсы. Енді көрермендерге түсінікті болу үшін өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Жақсы. Мен Аббасов Сабыржан Нуфарович, 1954 жыл май айында туылдым. Өзбекстан, Наманган облысында. 1970 жыл 10-шы мектепті бітірдім. Михаил Иванович Калининнан 31-ші сан мектепті. Одан 73-75 әскерді болдым. Ленинград, Смоленск облыстарында. Ода жүргізушіге оқыдым. Одан келіп Алмалықта металлургия комбинетті жұмысқа отырдым. Жүргізуші болып. Одан 1990 жыл Ферганский событиядан кейін Қазақстанға Байзақ районуға Сарыкемерге көшіп келдім. Әке-шешем. Да, одан кейін көшіп келдік та, бұяқта 92 жыл май айында Новожамбулский фосфорный заводқа экспедитор жүргізуші болып жұмысқа отырдым. Жақсы, Сабыржан мырза, енді өзіңіздің отбасыңыз жайлы, бала шағаңыз, немерелеріңіз жайлы айтып өтсеңіз. Бір қыз, 4 ұлым бар, үлкен балам қайтыс болған, 4 келінім бар. Бәрі мен білен бірге тұрады. Балаларым Ғани Мұратбай мектебінде оқиды. Неберелерім қазақ бақшаларында, бала бақшасында. Үлкен қыз, 4 балам, үлкен қыз Америкада, о, сояқтан, Өзбекстаннан кеткен сояқта тұрады. Қалған балаларым жанымда бәрі. Үлкен баламның өзім бана биыл бітіріп жатыр мектепті, Құда қаласа. Біз үйде полный қазақшада сөйлейміз, орысшада сөйлейміз, түркшада сөйлейміз, 3 тілде танып біледі балаларым. 3 тілде жақсы сөйлейді. Қазақ көршілерім бәрі көрші, бір-бірімізге келіп барып тұрып, сіз біз деп жүреміз, бір-біз Құдай тамақ. Жақсы көршілеріңізбен араласасыздар, иә? Араласамыз. Мына тағы да 1 мамыр күні алқыстар күнінде алқыс айту күні. Бұрылда не болды, соларға қарастық. 1 мамырда өз ұлттық тамақтарымызды шығазып, беташар келінімізді шығазып, көрсеттік. Әкім келді, көрді, подаркалар берді, сыйлықтар берді. Жақсы ағай, аха, енді Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының тілдерді оқыту орталығының осы біздің Байзақ ауданында бөлімшесі бар. Жалпы сол жайлы естуіңіз бар ма? Біздің түрк ағайындардан 10-15 бала қазақ курсыға қатысып, оқып, 2 ай, 3 ай оқыды да, имтихандарын өткізіп беріп, сертификаттар алды, қазақша сөйлеуге, бәріміздің сертификатымыз бар. Бәрі жақ. Қазақша таза білеміз ғой енді. Қазақша сөйлеміз. Салт дәстүрі, әдет, ғұрпы деген секілді, жақсы білесіздер. Жақсы, көп рахмет сізге ағай. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз, бейнетіңіздің зейнетін көріңіз, бала шағаңыз аман болсын. Рахмет, Аллах разы болсын. Қазақ елімізді жаман болсын. Аллах жаман апаттардан, жаман аурулардан сақтасын. Жақсы, рахмет ағай. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет.